Барлықтарыңа салам, сендер лайт. Короче, достар, бүгін Overlandтегі выживаниеға қош келдіңдер. И бүгінгі серияда, айтқанда, алдында жетілдер әкелген болатынмын, білетін боларсыздар алдыңғы видеода. Вот, соларды мен бүгін шығып кеттім деп шошып кеттім ғой. Вот сияқты жетілдерім бар, қазір сендерге көрсетіп жіберейін. Если арнама бірінші рет келіп отырсаң, каналға жазыл, және де алдыңғы видеоларды қарасаң болады. Осында менің жетілдерім бар. Қазір осыларды жұмыс жасайтын болады, яғни айтқанда мен оларды жұмысқа тұрғызатын боламын. Біреуі обычный житель, ал біреуі болса мында фермер житель бар. Фермерді өзі біз құрта алмаймыз, яғни айтқанда біреуіне жұмыс тауып береміз. Және фермерді мен жібергім келеді әрине, но ол мына жерде менің егінім слишком оған дәу сияқты ма деп ойлаймын. Так, достар, арнама бірінші рет кезінде каналға жазылыңдар. Дәл қазір отырып 3-ақ секунд па 5 секунд па алады, түсіндерді жазылсыңдаршы, мен риза болайын. Ал осыған дейін қолдап келе жатқандарға өте қатты рахмет айтамын, және лайк басыңдар, обязательно достар, комменттеріңді аямай жазыңдар. И бүгінгі қазір жұмысты тауып беретін боламын. Но одан бұрын мен бұны жауып кетейін. Қазір подписчиктер тақтасын көрсетіп жіберейін. Сендер подписчиктер тақтасында жоқ болсаңдар, мен жоқпын, мені жазшы деп комментке жазыңдар. Және де осы видеоны до конца көріңдер де лайк басыңдар, и мен сіздерді жазатын боламын. Так, қазіргі біздің подписчиктер тақтасын жазылған адамдарды бұлай қарап алсаңдар болады. Так, бұлайынан ашып жіберейін, Quake Pro-ны и смело 4 нені көрсете берсем болады, сразу 4 листьяны көрсете берсем болады. Бәрін қарап алсаңдар болады, өздерің мен сіздерді ұмытпай жазамын, если... Опа. Так, менің интернетім шамал қатып қалған болатын, и қарап алсаңдар болады, мен ешқайсында ұмытпаймын. Мені 4-ке сразу қосып қойдым, бәріңді қарап, өздерің ниеттеріңді қарап алсаңдар болады. Және мен сіздерді ұмытып кетсем, сразу комментке жазыңдар, өйткені мен біраз адамда ұмытып кетуі мүмкін. Сразу жаздым по идее деп мен тексеріп жатпаймын ғой. Қанша адам бар, мына іште по идее мен қателеспесем, алдында санаған кезде 70 па бірдеме ат шыққан. Бұлай қарасыңдар аз сияқты, но мына іштің өзінде 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ат тұр. 12, 3 қатардан ойландар, 34 еще неяқта бар тағы. В общем, 70 бірдеме ат санағам, уже ол көбейді, еще ортасына қосқанайын. В общем, так, Quake Pro-ны азайттайын, мен что-то көзді тартып кетті, по идее, сендерге де кажется ма? Так, мында қазір менде алдында заттарым жоғалтқан болатынмын, және де атқа барып, если білмесеңдер алдыңғы видеоларды қараңдар, мен атта свинозомби фармилкасын жасаған болатын, ну типа кішігірім ғана ғой, өз видеоға ғана. А так арнайылап салған жоқ болатынмын, короче. Солардың арқасында 35 уровень апать еттім, және де алмаз қазып, там мына жерден зачаровать еткен болатынбыз қазіргі уақытта. Так, до этого книгалар зачаровать еткен, луктар, өте бесполезный. Ну, короче, мыналарға мен жұмыс тауып беруім керек қой, да. Освещение ғой деген, кстати, біреу маған алдында ішіне факел ма бірдеме қойса, аты зомби шығып кетеді деген. Мен оның ішіне апарып, мыналар барамайтын жерге барып, от жақып қойғам. Бұлар тоңбасын деп, біріншіден, екіншіден, жақсы состояниеде болсын деп от жақып қойғам. Так что бұлар өлмейді, және атты жауып тастадым, атқа да кірамайды. Қазір мен бұлардың сыртынан дұрыстап үй салатын боламын. Шетелдерге арнап бір дәулеу бүйтіп үй салып береміз. Но бұл қазір емес. Бірінші бұларға мен арнайлап не салып берем. Жұмыс тауып берем бүгінгі видеода. Ал келесі видеода мен бұған мынандай не салып берем. Опа, мына жарықтарды ішіне кіргізіп қойсақ, шелковый гасаниемда вообще имба кетеді. Так, қазір бұған жұмыс тауып беруіміз керек. Менде бірақ житель ғой, да. Еще бұларды көбейтіп жіберуім керек мен. Кровать қоймасаң көбеймейді, лайт деп атқан маған біраз адам. Ну, кровать қоя алмаймын мен қазіргі уақытта. Так, менде бір идея бар. Опа, мынау менің атым ғой, кстати. Ат қайда жүрсің, мен үйімде жүруім керек қой сен вообще-то. Так, мына атты кіргізсем, картошкаларды жинап алу керек. Мен Overlandтегі өте екінші фермамның біреуі. Так, мынау уже надоел. Так, мыналар сынып тек. Мен кіре берсімдегі входты бұзып түсіңдер сендер, ей, дядка, мына іште мен кіре берсім бар ғой, атпен кіріп шығатын жерім. Так, мына атты кіргізіп, мынау досына қарай апарып тесең, досы қайда бұның? Досы мұнда байланып тұреді ғой. Досы қайда? Ой, қалма не? Әй, досы қайда? Мен көзім көрмей тұрмай, достар, әлі мен досын таппай тұрмын. Міне, ең шықты. Не болып кетті? Мана, не болып кетті? Тіксінбей қалдым. Так, қазіргі ендігі уақытта біз бекіштің үйіне барамыз. Бекіштің шамалы шерсть алу керек, кровать жасау үшін. Өйткені менде шын айтайын қой жоқ, және бекіш шамалы бір шерсть алғанға бола ренжи қоймас. Ойде просто қырқып алғым келген өзімнің бекіштен шерсті, но бекіш қырқатын жоқ менде ренжіме. Если видеоны көріп отырсаң, және саған рахмет. Бір 32 ма шерсть алып кетім, онда көп алмаймын. Так, мында оның
Малдарына не болған бекшін? Мен интернеттің бәле. Бәсе, ё-моё, мен шошып кеттім ғой. Мына жаққа менде қарағанда қатат көрінер ма фбс-тен? Сендер байқалмай ма так? Ойбай, бұның несі қайда? Мында ма екен? Не трогать дейді. Мынау аяқтан алынатын нәрсе ғой, значит, ол сияқты болу керек. Так, біз 64 белая шерстімізді әкелген болатынбыз. Так, менде пин қатып жатыр, как и всегда. Так, менде 10 ағаш бар мында, және так, мында ағаш бар ма? Мында, так, мында 5 ағашты ала саламыз, плюс минус әйтеуір бір кровать шығарып беремін ғой. Немай, мынау пинк не болды? Так, мына 7 ағашты ала салайын да лучше, мыналарды алғанша. И осы 7 ағаштан мен ағаш жасап алғаным дұрыс қой. Так, былай. Ё-моё. Так, осыны былай, потом былай емес пе, по идее. Все, былай. Опа-на. Оңгыравайт көп кетпей ма? Жарайды. Қанша сият, маған сонша ала салдым. Так, оңгыравайт шықты общий, да? Мұнда сала тұрайық. Қазір мен 3 кровайтын ғана алып кетемін. Но 3 кровайтты алып кетпей тұрып, мен деген мынандай кровайтқа жатқанын қаламаймын, мен жетілдерім. Яғни айтқанда мен оларға шамалы әдемілеу кровать бергім келіп тұр дәл қазіргі уақытта. Но қандай кровать берерімді білмей тұрмын, нема тенияқтан. Свет жоқ қой, менде бар екен, кстати. 8 штук бар екен, мұнда сол 8 штукты бүйтіп қоямыз. Так, 3 штук не аламыз, мынандай. Ол 3 кроватьқа жататын бастапқы жетілдер, олар, значит, бай жетілдер. Бай, все, олай болмайды екен. Так, бір-бірлер істеу керек екен. Міне, все. И енді осыны все, енді апарып қоямыз. Фук. Жаймен. Бірақ мен бұны қоя алмаймын ғой, білесіңдер ма? Не екен айтайын ба сіздерге? Өйткені бұл жерге ол қойылмайды. Так что біз шамалы мына жаққа комната қосамыз. Қазіргі уақытта чуть-чуть былай комната қосу керек. Біз қазір мынау комната болмайды, мынау жетелдің үйі болады. Жетелдің үйін жасап жібереміз алдағы уақытта, но бүйтіп шамалы жауып қоя саламыз қазіргі уақытта. Ертең сындырып, қазіргі уақытта деген сөз үйреніп мен деген нема. Так, ертең сындырып осыдан мынау фундамент болады, так бір штугын алып тастай саламын бетіндегісін. Ертең салар кезде андай жетілдердің үйіне ұқсатып салып беретін боламын. Или бір әдемілеу үй салып беруім мүмкін, мастерской сияқты ба. Но қазіргі үйлері дайын жетілдердің. Және де былай мынамен жапқан дұрыс емес пе төбесін, да, по идее. Так, осылай жабайық төбесін. Анау свет болып тұра береді, ішінде зомби спаун сетпейді, так что смело зомбилармен жүре берсе болады, по идее, қателеспесем. И менде артық свет қоятын жоқ одан басқа, так что жүре беріңдер осы жерде. Так, мынаумен қалған жауып тастай салайық. Қазіргі уақытта мынау өтірік үй болады, мынау үйшік деп ойламаңдар мынаны үйшік деп. Мынау просто бұларға қалай айтсам болады, бастапқы төсек осында жұмыс істейді там. Ішінде төсектер тұрады. Қазір мен түн болғаннан кейін оны істеп тастауым керек. Так, книга аламыз мұндағы жерден. Мен қазір лучник жасаған дұрыс деп тұрмын. Біраз адам айтып жатыр, жаңағыдай Азамат және фамилиясын ұмытып тұрмын. Азамат-ау. По идее, сол маған өте көп совет беріп жатыр. Саған рахмет, осылай советтеріңді берсеңдер болады. Және де тағым бар. Біреуін лучник қылсай деп айтқан маған біреуін. Не помню кім екенін, мен комменттердің атын ұмытып қаламын. Памятім мен нашар, если что, ренжімеңдер жеге. Так, соған енді қазір біз лучник қылатын боламыз біреуін. Өйткені маған бамбуктардан да лук несін жасасам болады. Біріншіден бизнес налардан. 64-тен 32-сін жасауға болады, ол дегеніміз бір изумруд, және де бір мынандай ағаштан, так, бір стек ағаштан 64 изумруд алуға болады. Яғни айтқанда мен мына жақтан мынандай талдардан бір 2 стек алам почти. Сол 2 стек ағашпен 1 стек изумруд алсам, кайф қой, 2 стек изумруд алсам. В общем, біріншін нені палка сатып алатын лучник қылу керек. Оны қалай жасайтын еді өзі? По идее, арчер жасау үшін, арчер деп аталады ғой ағылшынша. Оның столын жасау керек та. Столын жасау үшін маған не керек? Міне. Ой, фигня екен ғой, 4 ағаш керек қой маған, мында тұр ғой. 4 ағаш қайда? Опа, 10 ағаш бар бізде, 10 ағашты бұлай қоямыз, по идее. Осылай деді. Ұмытып қалам мен көріндерін памятім жазып. Нашар емес, нормально. Кстати, маған балық аулайтын шамалы көлшік жасау керек екен, по идее қателеспесем. Өйткені балық аулайтын жер жоқ менде, оказывается, мында. Так, қазір біз чуть-чуть обустроить етіп жүреміз жетілдердің жерін. Опа, потолоктарынан күтті екен, да? Енді байқап потолоктар күтті екен. Мен, кстати, ауырып жүрмін, шамалы мұрнымның астынан сөйлеп, даусым біртүрлі көрілді. В общем, ыңғайсыз, жағымсыз болатса, ренжімеңдер, сразу айтайын.
Өйткені және микрофоным да менің бұзылып қалған болатын. Скоро құдай қаласа аламын жаңасын. Мына жаққа, короче, мамасы мен папасы жатады, қазіргі уақыттағы жаңағылар. Мына ішке бала жатады шығар деп ойлаймын енді, әйтеуір. Так, опа, мынаны өшіп тастау керек, все. Мына жаққа енді келіңдер жеге. Так, мынаны жауып тастау керек обязательно, шығып кетпеу керек мыналар. Не істеп жатсыңдар екеуің екі бұрыш-бұрышта. Давай, кеш. Аняқа барыңдар, аняқа. Аняқа, кстати, жарық қойып тастамасам, капец ойнап тұр ғой, да? Аняқа баршы. Ұрайыншы екеуінде. Өліп қалды мынау? Да, ну нафиг. Өліп қалды ана. Өліп қалды ма, серьезно? Қыстырып қалған жоқ, өліп қалды. Не істеймін мен? Бір жетелді өзім зорға тауып, зорға келген адамым ғой. Капец. Блин, братишка. Маған екінші шетел ақ білем ба мен енді ерінбей. Так, достар, лайктарыңды басыңдар, мен қазір екінші шетел по-любому тауып ақ білем керек. Қазір соны тауып ақ білетін боламыз. Кетші сен, аняқа мен берекетімді алып атсың, бала, берекетімді алып атсың. Так, мұнда от жақ қоямыз, чтобы жарық болып тұру үшін мұндағы жерлер. Мұндағы жерге де от жақ қоямыз, чтобы жарық болып тұру үшін. Так, сен отқа күймеуің керек. Балаң туылмайды әлі сенің, так что отқа күймейсің. Так, мына стенаны сындырамыз да, мен қазір неға есетші жұмыс бар. Сен фермерға жеріпті ғой, Мэнди дейтіндер. Кстати, менде героймын ба, неге қымбат мыналар? Мен бұны ұрғам ғой, білмеймін еш. Жарайды, тұра берсін. Қазір мен саған жетілге кеп берем. Қазіргі уақытта оны табу үшін мен анау деревняға баруым керек, бекіштің артындағы. Ояқта жедел қалды ма біріншіден? Екіншіден қалса, оны мен әкеле алам ба? Вот, проблема бізде қазіргі уақытта. Мен тастатын боламын, так что лайктарыңды басыңдар, комменттерін жазыңдар, сендер оған лайк деп айтпай қойын. Қазір бір секундта мен әкелетін боламын. Так, деревняға келдік. Жедел бар ма? Жаным. Жедел бар. Ол бірақ бізде фермер, по идее жұмысы бар фермер. Так, изумрудный несі бар екен? Мынау қандай фермер өзі? Қайда баратсың өзі? Сен деген негізі ұйықтап, фермер, эксперт қой мынауды өліп қалдым ба? Бағанағы негізі өлмеу керек тұғын, мен оған деген тамақ берген, до этого қалай өліп қалған білмеймін. Мықты бізде так 4 арбуз беріп, сенен изумруд алуға болады екен, және 26 картошка, тыква, нормально екен. Так, жарайды, сен менде онда кетсе сен неға. Қуытындықыз мен зомбима тесе болмайды. Ой, жетілмен тесе болмайды. Қазіргі жетілді мен бір жерге апарып, бұның кровайты қайда өзі? Түн бата ма? Қазір батып жатыр. Қазіргі уақытта сен бір жерге ұйықтауың керек. Менде оқ бар ма? Бұны қорғайтын оқ жоқ екен. Так что мечпен қорғауға тура келеді. Жынсыма маған қарамашы, мен жалғыз адам екенімді білемін бұл деревнядан, но маған қарап қажет жоқ айтып. Саған кровайт бар екен ғой сенде? Урод. Жүр, мен сен кровайтыңды басқа жаққа ауысып жатыр. Кровайтым мындағы жерге ауысып жатыр. Кровайтым мындағы жерге ауысып жатыр. Өте керемет, бұл бізге жағдай жайт. Жаңалықтарда болса, сен кровайтың қайда кірсен ең ішіне, емать, ұйықтасай. Тупить етпеш, брат. Даун. Давай, кровайтқа қарай бар. Кровайтқа қарай баш, бош. Баратыр, артынан жауып тастау керек. Бұны біз алып қашамыз қазір. Аттан алып келуді айтса, проблема. Так, былай, и все. Былай. Опа, мен мынау сындырып, обсидиан бар, менде прикиньте, обсидиан тауып алдым. Так, менде нәрсе, жоқ, таба алады екен ба, алады. Мынаны сындырып енді мен апаруым керек үйге бар. Так, былай бетеміз. Башынышпен, ой, красавчик. Так, мынаны енді кіргізер керек, резко былайынан әдемілеп, опа деп, бісміллә деп, осыға қоямыз да. Так, мынаны сындырамыз. Блин, анам бөрдім мен, по идее. Өліп қалды анау, по идее. Өліп қалды анау. Қойшы, блин, соңғы жетелде өлтіріп алдым ба мен? Қойшы, невозможно, Соңғы жетелде өлтіріп алдым ба? Найс. Опа. Жетел тұры. Газ татып атыр бірақ. Жетел. Тұр әрі. Тұршы, жүршіне қарай жетел. Емать. Оны обратно кетіп қойып та. Бассын да. Жарайды, мына жолды по-любому тазалау керек маған. Жолдың бәрі капец болып кетіпті. Мұндағы жерлерде былай мінеді.
Так, ары қараймын, қалай қараймын екен? Мынаның бәрі сынып қапты ғой да. Вообще мені жеп көретін зомбилар мыналар. Так, бұлай қарай жүруге болмайды, капец. Қайда барады ол? Так, бұлай келе жатады да, мына жаққа кіруге болмайды точно. Мына келеді, бұлай қарай жүреді, как обычно. Мына жаққа мінеді, мына жаққа мінеді, және бұлай мінеді. И мына жаққа келгенде мен оны алып кетемін. Так, жителді алып кету керек енді. Мына соседний деревняға баратын біздегі жол. Мынау мені ұрмаса болды, бұл Джекичан. Так, бізде если что тағы бар ма блоктар? Мына суларды оттарды өшіп қою керек. Мен жителім болып қалар. Так, жителге тамақ беруім керек мен өзім. Миым ашып кетті. Так, житель өліп қалмасын, просто ұйықтап жатшы, житель өтініш. Так, қосылшы тез. Так, шүкір. Алыншы тез кровать. Но менде интернет қатып жатыр, қарап тұрсыңдар. Так, мынаны былай қоямыз. И былай. Тұстап әдемілейміз да, артқа қарай. Мына житель тұрғызамыз. Урон алып жатсың каждый раз, житель. Каждый раз урон алып жатсың. Жена. Или мен сенімен торговать етейін. 26 менде жоқ, мынау да жоқ. Блин, мен саған қандай торговля беремін? Не істеуге болады? Жарайды, сені кіргізіп жіберейін мен одан. Мінгізбейді, мынау мінілмейді. Менде пинг өте. Так, мен онда, короче, стопқа қойып апарып тастайыншы, жеге мияларыңды ашып жатқан шығармын сендер жұмыспен. Так, мына стопқа қойып апарып тастайық. Так, мен жителімді отырғыздым, әйтеуір зорға келе жатырмыз екеуміз. По идее, құлап басам, қапа кетпеу керек қой, да, білмеймін, көрейік. Опа. Так, мында жолға түсуіміз керек. Чуть-чуть астыға қарай. Все. Әште өзім мінгізем, өзім кіргізем. Так, жол көгасаны кирканы аламыз да, әштерді қазамыз. Өйткені бізде бұл жақта порталға дейін жол бар. Порталға деген жол қайда өзі? Еман, мәштім. Патырларды қассап қоңын деген. Міне осылай, осы жерге қазір біз кіргізіп жіберуім керек мен жителді әкеліп. Сол кезде жедел шығамайды. Никогда. Наған главное, свинья зомби отырмаса болды. Өйткені отырса оны тұрғызу керек болады. Ұрып. Или кровать сындырып ал жедел қашқанын қаламаймын. Жедел өліп қалмады деші. Өліп қалмапты. Шүкір. Қиналдым мен уже. Жеге қиналып кеттім мен кіргізем деп ше. Жауып қояқшы. Былай. Тағы не бар? Ол, кет деймін. Кетші. Все, ең сонда. Мен дұрыс баспай тұрмын ба, или қалай? Шықса екен. Блокқа қысылады ғой газ. Так, блокқа қысылады ол газ. Ема, маяқты патырлатып жергенсің ғой. Блокқа қысылып қалмасын деп. Так, все пойди. Ең нормально. Мынау пинг не жатыр? Там қаншып. Жителім кеп қалады ғой мен газ. Қашып кетеді. Ледяной менің аққалам. Тұра тұрш. Так, пинг болып дұрысталды ма? Все дұрысталды. Енді нормально бәрі. Құдайға шүкір. Так, мәшке кіргіземіз енді. Так, мына жер төбеміз жабамыз. Все. Сен келдің. Маяқта сенің досың бар баяғы. Міне, досы жүр. Досы. Екеуің кездесіңдер ал. Еще бізде аққала бар. Аққала ұрмайды ғой, пайда атпау керек. Опа, мына жерден оны жабу керек мен. Кет, аняға кет. Бияққа бұл тұруға болмайды. Жауып үлгердім. Енді сендерде житель. Опа, мен мынаны істеп пайда қажеті болды ма? Жоқ, бұлар көбею керек екен. Мәңдер, екеуіңде фермерсіңдер, так что көбейе берсіңдер болады смело. Мен не мешаю вам. Я не мешаю вам. Так, былай қарайық, жаймен қарайық. Қалай нетіп жатыр екеу. Общение кетіп жатыр. Общение жаймен кетіп жатыр. Давай. Делайте свои дела. Я же смотрю вам. Типа общается. Сен қай жылғысың, мен 2006 деп ше. Да. Так. Давай болыңдаршы. Жарайды, мен күте тұрамын шамалы. Или менде өзі анимация қосылып тұр ма? Олар байқап істеп жатқан жоқ па? Опай шеше, анимация өшіріп қойып қойған. Так, енді көреміз. Енді пайде істеу керек олар бірімен. Қазір көреміз. Чуть-чуть күте тұрайық. Аққала мен істеп жатыр ғой, аққала де. Так, жарайды. Прикол.
күте тұрайық, қалады үндемесейді. Не көреміз ғой. Так, мыналар 5 минут күттім, уже мен шығып кетуім керек. Байде мына жерден или мыналардың істейтін түрі жоқ. Так, сен аққала, братишка, мында жабылып тұра берсе, сен өзің орныңда что-то мыналарға мешет етіп жатсың деп. Байде мен емес, мыналар негізі аққала мешет етіп жатыр. Так, мына жерді жауып қоямыз потолокты осылайынан. Пайде үйлерің нормально, кроваттарың бар, 3 кровать, 2 пук-пук десеңдер, тағы біреу тұрылады. Сендерге пайде бірдеме сатып алуым керек сендердің, да? Сол кезде бар көбейтін сияқсыңдар, мен ойымша. Так, қазіргі уақытта онда мен сатып алуға келем заттар сендерге. Мяу, 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 дейма. Так, лучше мына іштегі морковтарды ма, картошканы алған дұрыс па. Бұларға теспей қоямын, бұл жақта ағызып алармын, ағызып жіберіп, жинап алармын. Мына жерде картошкаларды вот осыларды жинау керек. Менде өте бұларда көп картошка бияқта. Менің өзімнің арнайы картошкаларым бар. Арнайы отандық өнім. Бұларды мен никогда алмағам, никогда алмаймын да деп шешкен болатынмын деп айтпай қойын. Өтірік айтам, бұлар менің жейтін картошкам. Ал анаяқтағы тұрған картошкаларды мен көбінесе ағыза бермеймін, өйткені мен тамағым бар. Так что мен картошканы ағызғаннан маған пырыс пайда жоқ, достар. Сондықтан мен картошканы іштегі картошка егіндерді ағызбаймын. Автоферманы яғни айтқанда, өйткені мен еккім келмейді оны қайттан. Уақыт алады ғой, ол деген өте көп уақыт алады. Вот, напряжение болады ол деген мен үшін. Так, сен картошка аласың мен енді. Опа, сен картошка алдым ал, қуанал. Не отходи от кассы, не отхожу. Блин, алло, говорится, алып келе салым керек. Так, бір штук өзің отқа ешен сатпайсың ба сен? Жадина. Так, 28 не ма? Жарайды. Сәбзак келген дұрыс, лучше, өйткені пшеница өте ценный заттар. Пшеница ценный, чем сәбзге қарағанда. Так, мұндағы картошкаларда бірдеме бар ма? Опа, 11 бар екен мұнда. Мұнда 7 бар. Мұнда 1 бар. Артылып қалғандары ғой неден? Еккендерден. Так, мұнаштен лучше жинап ала салайыншы көптеу. Шамалы. Торговляны жасайтып, бір-бірімен шамалы алыс-беріс қылатын. Так, все, пайде жетіп қалар осы да. Қалғанды ала қойын ба, алмай қойыншы. Уақыт жоқ. Так, мұндағы жердің қайсымен кірдім мен жаңа. Так, мына жермен кірдім, пайде қарасам. Все, осы жермен кірдім. Сенен картошка сатам. Сенен картошка алам. Так, сәбіз сатам сенен. Екі сәбіз сатам, 400 үміт бар. Все, делайте свои дела, я пошел. Все, аналар енді бір-бірімен фук жасайды. Ал мен болсам әдір кеттім. Еще мына жақтан менде голем шығуы мүмкін. Шетелде көбейсе және мен ема железо фирманы үй жаққа салсам болады. Сол кезде железо нормально істейді. Ана жақта железо фирманы салдым, но ол жақта мен өткен көп бола бермеймін, так что железо фирма дұрыс жасамайды. Чанг прогрузиться етпегеннен олар жұмыстың жасамайды дұрыс. Қазір екеуін бірге тастап кеттік қой, біз енді бұлар бір-бірімен фук жасау керек. Опа, 4 үзімет. Енді осыларды күте тұрамын мен қазір. Сіз болса екен бұлар. Шымсып кетті мен. Меч зачаровать етейінші, мен барып ерінбей. Қуып жүре бермей, меч зачаровать етейін. Так. Опа, зачаровалка. Так, мечін зачаровать етіп оласылайында, бомжыға ұқсамайды. Так, заговоры одне екі берімі. Аха. Так, заговоры одне екі болса, зачаровать етем. И менде просто заговоры одне екі. Өте жаман. Мен шамал бір көптеу нәрсе болама деген. Так, мына менде книгада жоқ па не? Книга менде үйде, я. Кстати, мыналар жұмысын жасап болды екен. Так, тұра тұрыңдар, потом көреміз. Книгамен тағымен мен зачаровать етіп берсем. Өте пайде жақсы болады деп ойлаймын. Қазір менде 9 книга бар екен, өте керемет. Опа, кетпей тұра тұр. Мына тағы бірдеме болып менде кеткізсем. Мечті ала салайық. Жақсы мечті тұрып алуым мүмкін. Так, бізде қазіргі уақытта мына мечті жіберсем, пайде неғылған нормальный мечке зачаровалка шығуы мүмкін. Білмеймін. Көрдім кеп тұр. Прочность өштейді. Нетіп көрейін ба? Қалай ойлайсыңдар, не меч шығады? Жарайды, кітапты қойсақ, подводник. Подводник не надо. Менде, кстати, анаяқта алмазный меч бар, пайде қазір түсем қазақ білім соны. Так, енді көрсек болады. На алмазный мечке не шығады екен? Если шықса, мен соны етем. Прочность өштейді. Мен нан ете салам. Маған бәрбір. Выиграли эту жизнь, дейма. Так, менде нормальный меч түсті. На мечінің атын Лайт. Жоқ, өзім атын қоймай қойыншы. Так. Бір подписчигімнің атын қоям мынаған, достар. Қазір менен зачаровать етпеймін. Мысалы, қазір жоқ, зачаровать етем, базар жоқ. 8-нан былай етсем 8 төлеген. Былай етсем ше. Бұл кезде 16 оқыды. Жоқ, не надо маған былай. Былай керек маған. 8-ге еттім. Және де, достар,
мынаны мен деген әдемілеймін. Жоқ, атын қоям, мына мечтің атын қоям. Атын қоямыз, мына кирканың атын қоямыз, луктың атын қоямыз, және де топордың атын қоямыз, және де тағы бір кирка бар. Сендердің аттарын қоям, если что, аттарым менің атымды қойшы деп, және де мысалға мен бір ақыл айта кетші, маған аяқ жасайтын бірдеме жасауға болатын білмеймін, бір ақыл айтсаң, мен сенің атыңды қоя саламын. Ендігі видеода осының атын сенің атыңа өзгертем, яғни сен менімен бірге өзіңнің атыңмен қырылған боласың ғой, типа. Так, сендер істеп болдыңдар ма жеге? Істеп жатсыңдар ма? Не? Қайда? Бала қайда? Бала қайда? Еу, тігдік, бала қайда? Десең. Жасасыңдар жұмыстарыңды дұрыстап. Чук-чук жасасыңдаршы. Мә, картошка, мә, саған. Мына жем, мына зомбидің еті бәрін жеңдер. Мына мечта қорғанасыңдар, анау-мынаулар. Мә. Палка сендерге, книга, мә. Білмеймін, жасаңдар бірдеме. Мен келгенде так, не тұрсын андай. Жетілдер тұрсын. Обязательно жасаңдар. Молодец. Так, жарайды. Онда видеоны осымен аяқтаймын. Жұмыс тауып бердім негізі. Бірақ екі шетелде сатып алынған болатын бірдемелері торговля жасалған, так что мен олардың жұмысын өзгерте алмаймын. Но мен оларға балдарыма жұмыс тауып қойдым. Жұмыс жасап қойдым. Яғни лучниктің жұмысын мен оған палка сатамын. Так, жарайды. Көп келмей ақ қойын, осы видеоны осымен аяқтаймын. Сендер онымен лайк, давайте амандықтай, соңында кездескенше.